Мысықтар үй жануарларының ішіндегі ең тазасы деуге болады. Тіпті ел арасында мысық жайында түрлі әңгімелер тарап кеткен. Мысықтың киесі бар деп ауылдағы ата-әжелерімізден естісек, ертедегі Мысырда қасиетті хайуан деп есептеліп, бальзамдалып, саркофагтарда жерленетін болған. Мысықты қолға үйрету осыдан кемінде 5000 жыл бұрын басталған. Үй мысықтарының арғы тегі Либия мысығы болып есептеледі. Ал қазіргі таңда мысықтың 80-ге жуық түрі бар. Басы үлкендеу біткен, кержік танау, барақ жүнді арсы мысығы, дене тұрқы сыптығыр, түгі тарғыл жолақтанып келген король мысығы, Ман аралының шолақ құйрық мысығы, Сібір мысығы, тұқыр жүнді Еуропа мысығы, түрік және Сиам тобына жататын Сиам, Бирман, Абиссин мысықтары. Мұнымен қоса, мысықтар түр түсі, мінез дағдысы, көз жанарының түсі және басқа да белгілері бойынша бөліне береді. Көптеген елде мысық құмарлардың клубтары ұйымдастырылған. Мұнда олар мысықтың тегі, түр түсі бойынша арнайы кітапқа тіркеп отырады, сонымен қатар мысық көрмесін ұйымдастырады. Үй мысығы өте таза хайуан. Табиғи қажеттер үшін пәтерде мысыққа белгілі бір орын бөліп, онда ішіне құм, топырақ немесе ағаш ұнтағы салған жәшік қою керек. Жәшікті уақытылы ауыстырып, түзге шығуға өзі сұранатындай етіп үйретуге де болады. Ал мысықтың жүні ұзындарын күн сайын, жүні қысқаларын күн ара тарап отыру керек. Сонымен қатар мысыққа шикідей ішек қарын, бауыр, жүрек берген пайдалы екен. Алайда ол бұзылмаған, тұрып қалмаған жас күйінде болу керек.